Қайырлы күн, 8-ші сынып білім алушылары. Дүниежүзі тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымызда 20 ғасырдың бірінші жартысындағы мәдениеттің дамуы тарауына шағын шолу жасайтын боламыз. Сабақтың барысында 20 ғасырдың бірінші жартысында мәдениеттің дамуында қандай өзгерістер орын алғанын анықтап, оған әсер еткен тарихи өзгерістерді талдаймыз. 20 ғасырдың алғашқы жартысындағы мәдениет елеулі өзгерістерге ұшырады. Ғылымда көптеген жаңа теориялар пайда болып, өнерде түрлі жаңа бағыттар қалыптасты. Адамзаттың білім негіздері қайта қаралып, соның нәтижесінде адамдар қоршаған әлемдегі үдерістерді тереңірек түсіне бастады. Ғасырлар тоғысында екінші ғылыми-техникалық революция басталды. Бұл өзгерістер өндіріс саласына да, адамдардың күнделікті өміріне де үлкен ықпал етті. Атом құрылысының планетарлық теориясы, кванттық механика, салыстырмалылық теориясы, Менделеевтің периодтық заңы, генетиканың ғылым ретінде қалыптасуы және басқа да жаңалықтар жаратылыстану ғылымында нағыз төңкеріс жасады. Ғалымдардың еңбектерінің нәтижесінде көптеген өнертабыстар пайда болды. Әдебиет те өзгерістен тыс қалмады. Майданда қару-жарақ пен техниканың кеңінен қолданылуы жазушыларды ғылым мен техниканың прогреске әсері туралы ойлануға мәжбүр етті. Соғыстың ауыртпалығы, адамдардың жаппай қырылуы, гуманизм мен әділеттілік туралы бұрынғы түсініктерді қайтадан қарауға мәжбүр етті. Осы кезеңде әдебиетте көптеген жаңа стильдер мен бағыттар дүниеге келді. Тапсырма: экранда берілген бейнелеу өнеріндегі бағыттар мен бұқаралық мәдениет салаларының атауларын және 20 ғасыр басында ашылған жаңалықтарды жұмыс дәптеріне түсіріңіздер. Бейнелеу өнері де ерекше қарқынмен дамыды. Суретшілер классикалық әдістер мен формалардан бас тартып, жаңа шығармашылық шешімдерді іздестірді. Олар 20 ғасырдың бірінші жартысындағы адамдардың өмірі мен дүниетанымын барынша шынайы жеткізуге тырысты. Кескіндеме туындыларында авторлардың жеке эмоциялары мен көңіл күйлері айқын көрініс тапты. Бұл кезеңдегі өнер ағымдары модернизм деген ортақ атаумен біріктірілді. Модернизмнің басты ерекшеліктерінің бірі суретшінің өзіндік даралығын білдіру еді. Сондықтан да бұл бағыттың көптеген түрлері мен тармақтары пайда болды. 20 ғасырдың алғашқы жартысындағы суретшілердің картиналары әртүрлі, кейде тіпті қарама-қайшы пікірлер тудырды. Кейбір картиналардың мағынасын терең талдауда көрерменге автордың ойын толықтай түсінуге мүмкіндік бермейтін. 20 ғасыр мәдениетінің тағы бір маңызды феномені бұқаралық мәдениеттің пайда болуы еді. Бұқаралық мәдениеттің кең таралуына бұқаралық ақпарат құралдарының дамуы ықпал етті. Олардың көмегімен күнделікті өмір, жаңалықтар мен ойын-сауық үлгілері кеңінен насихатталды. Бұқаралық мәдениеттің басты белгілері оның қарапайымдылығы мен көпшілікке қолжетімділігі еді. Ол терең ойлануға емес, қарапайым халықтың сұранысына бағытталды. Жаратылыстану ғылымындағы революция әлемнің жаңа бейнесін қалыптастырды. Бұл көзқарас табиғи заңдардың ықтималдық сипаты мен ғылыми шындықтың салыстырмалы екенін мойындауға негізделді. Осынау идеялар неміс тарихшысы және философы Освальд Шпенглердің 1918-1922 жылдары жарық көрген Еуропаның құлдырауы атты атақты еңбегінде көрініс тапты. Ол батыс өркениетін және евроцентризмді сынға алып, батыс пен шығыс тарихының тең құндылығын алға тартты. Сонымен қатар Шпенглер тарихи процестің үздіксіздігі мен прогреске деген сенімді жоққа шығарды. Тапсырма: экранда берілген картинаны авторымен және өнер ағымымен сәйкестендіріңіздер. Үйге тапсырма: Освальд Шпенглердің Еуропаның құлдырауы еңбегінің мазмұны туралы эссе жазып келіңіздер.